Бозторғайдың жаралуы. Адам ата мен Хауа ана жерде тіршілігін түлеткен сәтте қауіп-қатер көп еді. Жын-перілер түрлі аңның бейнесінде келіп, оларды өлтірмек болыпты. Бір күні бір қара дию жыланның кейпіне еніп, үйді торуылдап жүреді. Адам атаның өріске кетіп, Хауа ананың ошақ басында жүрген сәтін пайдаланып, киіз үйге лып беріп кіріп кетеді. Бұрыш-бұрышпен үнсіз жорғалап, бесікте жатқан бөбектерге таяйды. Тәтті ұйқының құшағында жатқан егіз сәбиді шағып өлтіруді ойлайды. Тілін бөпенің бетіне жақындатқаны сол еді, шыр-шыр еткен дыбысты естиді. Жалт қараса, ғайыптан титімдай торғай пайда болыпты. Ол тыным таппай шырылдап ұшып жүреді. Жылан оған атылып, қанша ұмтылса да ұстай алмайды. Бозторғайдың шырылдаған үнін естіп, Хауа ана мен Адам ата да жүгіріп келеді. Жылан бозторғайды ұстай алмай әлі қуалап жүр екен. Адам ата 8 өрім қамшымен жыланды салып кеп жібереді. Сол сәтте ол диюға айналып үйден қаша жөнелді. Торғай Хауа ананың иығына қонады. Ол беймәлім құстың қайдан келгенін білмей таңырқайды. Хауа ананың игі әдеті, шашын тараған соң қылын жерге түсірмей үнемі жинап жүреді екен. Жылан үйге келгенде, сол жиналған шашы Тәңірдің құдіретімен торғайға айналыпты. Сөйтіп сәбилерін аман сақтап қалған екен. Адам ата торғайды алақанына салып: «Бәрекелді, боз құсым! Тәңірім бұл торғайды бәле-жаладан жырақ қылсын, өзіне көк шалғынды даланы тұрақ қылсын. Әсем үн бер, үніне бүкіл ғалам құлақ түрсін» деп батасын береді. Содан торғайға әсем дауыстар еді. Ол құлқын сәріден сайрағанда, барша жаратылыс қыбыр етпей елтіп тыңдапты. Дауысын естіген жан қайғы шерінен арылады екен. «Тоқтамай тағы сайрашы» деп жалынады екен. Осы оқиғадан соң жын-пері әйелдің шашына қас болыпты. Ал бозторғай адамның досы болыпты. Адам атаның қамшысы қатты тигені сонша жын-перілер әліге дейін қамшыленген үйге жоламайды екен. Әйелдің шашын далаға тастамай жинап жүруі осы оқиғадан тыйым болып таралыпты. Ал бозторғай алғаш рет Хауа ананың шашынан жаралыпты. Оны нақақ өлтірген адам Хауа ананың наласына ұшырайды деседі. Балалар, біз отбасы хрестоматиясының бозторғайдың жаралуы қиссасын оқыдық. Түсінікті болса, мен қазақта бозторғай туралы айтқан нақыл сөздерді айта кетейін. Қазақта қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман деген тіркес бар. Яғни мамыржай тіршілікті айтады. Себебі бозторғай тыныштық сүйетін құс. Шықылықтап сайрағанда елде соғыс болмасын, тыныштық орнасын деп Құдайдан тілек тілеп тұрады екен. Балалар, сендерге қисса ұнаса, біздің каналымызға тіркеліп кетіңдер. Келесі қисса бұдан да қызық